Өскемен халқының бүгін осы жерге жиналып отырғаны 101-ден 102-ге жас жинап, ағамыз Рахимов Құрмат Рахимұлының Ғаниден Бақиға көшкен күніне арналған. Бүгінгі күні ортамыздан ағамыз, атамыз, отан қорғаушы адам, құрметті азамат Құрмат ағамыз дүние салды. Өлді деуге бола ма? Өшпес із қалдырған артында. Біздің Құрмет Рахимұлы ағамыз шын мәнінде біздің ақылгөй, абзал атамыз. Иманы саламат болсын. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі, полиция генерал-лейтенанты Сәден. Біз бүгін елінің елеулісі, халқының қалаулысы, ішкі істер министрлігінің еңбек сіңірген қызметтері, ішкі істер органдары менен ұлттық ұланның құрметті ардагері 1941-45 жылғы отан соғысының жеңісін әкелген майдангер Құрмет ағамызды соңғы мәңгілік сапарға шығарып салуға келіп отырмыз. Торқа жаны жаннатта болсын. Осыменен Құрмат Рахимұлын ақырғы сапарға шығарып салу рәсіміне арналған қайғылы митинг аяқталды деп жарияланды.